қазақ ақыны Аспанбек Шұғатай. Қасиетті өз сахнада қанша рет айтышқан қазақтың даңқты ұлы. Аспанбек Шұғатай менен айтыша тұрған қырғыз ақыны Баян Ақматов. Көк мақын, ойыншы, маданиятқа еңбек сіңірген ішкер Баян Ақматов. Қазақ ақыны Аспанбек Шұғатай. Шуағын көрдім бүгіне нұр жүздің Арыстанбектің мақамын жүргөздім Ауылына күнде келмеймін Тоқтоғұл менен Чыңғыздың Қарталатауын барсың ба бедерінде ей жұлдыздың Bir alaştan birmizdir, bir alaştan olmuzdir Tübümüz Türk birmizdir sanası qanday ey Qırğızdың Bosağasın borlatkan, keregesin torlatkan Altın günнің betine alaçamdal ornatkan Қаласы qanday ey Qırğızdың Bir görsem dep tilegen әрбір тасы bir өлең Талай мықты түнеген Даласы қандай ей Қырғыздың Арғымағын чаптырған, ағылағын тарттырған Найзағайын асманның найзасына сап қылған Баласы қандай ей Қырғыздың Жамалында бұлақ бар, жанарында шуақ бар Табанында жұмақ бар, анасы қандай ей Қырғыздың Көшіп кетсе де дәуреннен Ақиқат жолын ар көрген Ұрпағым деп жан берген Бабасы қандай ей Қырғыздың Бәрін айтта бірін айт Бір құдайдың пендесі Ғаламда жоқ теңдесі Манасы қандай ей Қырғызды Жас бар мекен тоқсандай Баш бар мекен ол қочқардай Басы қызық жалғанның аяқ жағы босқандай Ерлердің ісі бітер ме Қоңыраулатып найзалмай Қоңыр салқын төске алмай Айтыс бола Көп сұлтанның ішінен Бек сұлтанды еске алмай Айтысып жүре берсін деп Қазақ пенен Қырғызды Құдай өзі қосқандай Болмасақ та екеуміз Омар менен Оспандай Bir жарасып көрейік Тоқтағұл Жамбыл достордай Батырлардың мекені Иықтары қостаудай Ақындардың мекені Күміс көмей жестаңдай Әттегеніңде аз емес Құрман жандатқан киносы Алып тұрып әлемнен ала алмай кеткен Оскардай Бәрін айтта бірін айт Жұмыр жердің жәннәті Жалалабад ыстық көл Бішкегім менен ошқандай Қалың қырғыз барсың ба Қалпағының үстіне Ұя салған ей бозторғай Ата қырғыз балдарай Ене қырғыз балдарай Қол шауып отшы залданай Қалжыңдасып отырар Емеспіз ғой ей қалқа жас Кеше ғана ағайын саясын төкті әлемге Түркістан деген қарт ағаш Қож Яссауи кесенесінде басын қосты көрдіңдер Әке, байке, әркәдәш Құтты болсын деп келдім Кеңіп жатқанда арқа бас Түркістанның төрінде 6 президентпенен бірігіп кетті алталаш. Ата қырғыз балдар ай,
Yine kırgız baldaray, kol şağı botçu zaldanay. Assalamu'a aleyküm. Ahmatı bu bayanға. Bayan деген есімді қатар қоят біз жақта еркекпенен аялға. Баян сұлу секілді бір қыз шығар деп едім құшағымды жаярға. Ахматып шығып қалыпты ұқсайтын Омар Хаямға. Кім болсаң да бері кел, қазақ бауырың кеп қалды, беш бармағыңды даярла. Бішкегіме кеп қалдым ат мінгізген жаяуға, денем балқып барады кіріп кеткендей раянға. Ал баянжан аянба, бес қаруыңды даярла, атың баян болғанмен, мен баян таудың қасқыры, баяндардың біразы айналып кеткен қоянға. Жортып жүрген кезімде қоянға қарным тоярма, Алатаудың арқарын жеп жатайын дегенде не болып кетті ой Алла. Атақ оқи баяным ай, ене оқи баяным, ендігімнен көреген. Ей бәле. Assalamun aleykum. Айтышқа келген көп қырғыз, алақаныңдың ұрғылдап аңсағаныңа жет қырғыз. Бел байлап келдің айтышқаңа, бек сұлтандай бек қырғыз. Беттешкен менен кектешпейт, беш қазақ менен беш қырғыз. Қачанқы тарых бетінде қағанат болған көк қырғыз. Батырларды дос тұтып қорқоқ тұрған өш қырғыз. Илең салаң болбостон илім билімге көш қырғыз. Жаңы чапан киініп жамачыңды чеч қырғыз. Үмітсіз болбой өмірдің үргөнштің сусын кеч қырғыз. Учурашуымды қабыл ал, ұлт үшін, тил үшін ұрабай тұрған шеп қырғыз. Бауырымдың ғанаң айтқанына саламын, бауырыбыз қабыл алала. Бақылдап жатқан жанымда баяғың Аспанбек деген балабым. Ұнытпай естеп қалдың бұ баяғың үкі топучан баланым. Атың Асманбек емес пе? Асман, асман, асман ас деп батайтсаң манас болып қалабы. Демек асманды іздеген жандар манастан іздеп табала. Манастың іздеген жандары ағайын асмандан іздеп табады. Бауырым сені бір оқ, мені бір оқшатып қоянға. Bir okşatasın ayalga, birden Omar Hayamga. Bir kız cüp bolot dep oylop tur, bul cüp bolgon kezde bayanга. Arаңардан ағайын акулистер бар болса, буга чоң көз айнек даярда. Ошондо көрүнөм го көзүнүң опол тоодой баянга. Беренім қазақ бауырыма, менің беш бармағым даярда. Беш бармағым даярда, қыры-сыпыр кептің айтпачы. Қырғыз қазақ бірігіп дүйнөгө бақыт шашчыдой заманға. Жетерсің бір күн раянға. Жүп
болсоң изат аялға жүп болбой ақын баянға, чамаңды таппай қалмақсың чақтырғандай чаянға. Мен болсо баян ақынмын мейманға құчақ жаямда, анкені қазақ бауырым ақ пейілім адалда. Азырақ чемес балким башқа мез адам керек адамға, арулық чачқан заманға жетерсің бейіш раянға, табыла түргіз аялда. Азырынча бауырым жүп болғонуңа шүгірде жұмшақ мүнөз баянға. Шап! Эй, бауырым үкі топың қаяқта, киіп жүрчелең бекемдеп, менің қалпағым башымда киіп жүремін мекендеп. Үш бейің бар білемін, үшөнің айтем көкөм деп, қаз дауысты қаз бекпей қалпақты киген өсөм деп. Тебетей киген башына айтеке бида нечен көп, селдір оңғон телеби ел қадырына жетем деп. Баш киім барқым білбеген назыр балдары бұста кесел көп. Сен жалаң баш келдің айтышқа, жамағың болса шекер кеп. Егерден үкі топу киінсе мен ойлондым нетем деп. Чамасың абдан ойлондым, чай құйып жатқан қыз менен чаташтырбасам екен деп. Қазақ менен қырғызыма қырғынды көрдің аққандай, ошолордың барысын ортоға жалам жазғанбай. Мен білбес тарық бетінде мезгілдер жата тақталбай. Шыңғыс хандың басқына чыйрықтыра таққырдай, қалмақтың басқыншылығы қалтырата таштардай. Қоқондың көрген ezüge қомызым ыйлай шаттанбай, өңі сары көзі көк. Андан соң орыстар келдің албарысты басқандай, қорғылып елді қиынада қожа жаш бөкөн атқандай. Кейін сойысқа қошылдық, қошылсақ деле жаттардай. Репрессияны көргөнбіз, депрессиябыз дастандай. Bir кезде сойыс құлады, bir zaman өтті мастардай. Миллиардтаған иш көрдік, бильярдтағы таштардай. Ушулардың естесем учурғандай, чаққандай. Азыр қырғыз дүйнөгөн ақшам қырлуың асмандай. Жанымдағың Аспанбек менің алып түшөм дейт басқандай. Мен миң азапты көрген соң сенің бір азабың ассандай. Қиқырып көрчүң Аспанбек, қиқырығыңды қабылдайым бүгін қытығылап жатқандай. Ал өзіңді ғана мақтайсың, қонақты келіп даттайсың. Айналайын ағайын, тарихтағы сақтайсың. Баянға қолды соғасың, маған қолды чаппайсың. Жалаң бас келсем не бопты, түсесің неге аңтанға. Біз жақта үкі топы киеді желтоқсан менен қаңтарда. Өзің сұрап отқасын, аттың басын тартам ба? Жалаң бас келсем егер мен бір қалпақ кием деп едім, мына сенің арқаңда. Қазаққа шапан жабатын сен бірақ ұқсамайсың ғой Жәкиевтей залқарға. Жалаң бас түгіл бабамыз жалаң төс жауға шабатын, найдасын тіреп хан тауға. Дулыға киіп алар ем, шабатын болсам Балқанға. Жалаң бас маған келдің деп сілтеп жатқан балтаң ба? Мен жалаң бас келгем жоқ, айналғым келет залқарға. Құдайға басты иетін, мешітке барса киетін тақиям бар қалтамда. Жалаң бас мені келді деп өтірікті соқтың ғой. Мен дегенің Баянжан отаным жаққан отпын ғой.
Алланың берген өнері Алатаудың екі жағында емін еркін жорттым ғой. Өзімнің бауырларым деп Қырғыздың шекарасынан спокойно өттім ғой. Бірінші рет келгем жоқ, талай рет келіп ап, жырларымды төктім ғой. Неменеге қорқамын, мен дегенің оқпын ғой. Аяқ асты башыма бомба түсіп кететін Иранда жүрген жоқпын ғой. Ау, акулист дейме не дейді? Акулист дедім. Бұл неге менен чочынар? Ендеше менің сөзіме құлағыңды тосып ал. Акулистерді қайтесің, сөздеріңе қырғыздың тарихтарын қосып ал. Шерлалаштың ішінде Ерманастың әлі де үзілмеген көші бар. Тоқтоғылдар сөйлесе Алатаудың қасына тағы бір тау қосылар. Көзін ашқан әдебиеттің, Әуезовтің бұл жақта Айтматов деген досы бар. Көзін ашқан мәдениеттің Жәкиевтей Шынар театры мен айтысты ЮНЕСКО-ға апарған Қатепті қара көшінар. Жүсіп Абдрахмановтар білімнің көзін ашпап бет, жігіт деп отсам есі бар. Біздің баян сахнадан акулисіз деп несі бар? Патшайымы алайдың Құрманжанға қараймын, еркектерден мың артық кеуделерін босырар. Айналайын Баянжан сөзіме құлақ тосып ал. Көзін ашқан қырғыздың шын акулистер осылар. Ау, Манастай батыр мықтылдың, қасиетін бойға жұқтырдың. Қашан көрсем қырғызым найзағайдай бұлт тілдің. Әділдіктің салмағын қара тасқа мүк қылдың, қаранарға жүк қылдың. Елді жеген жемқордың қолын қол, бұтын бұт қылдың. Жегендерін желім қып, іріңдерді жұттырдың. Сен үйткені қырғызым қандай жағдай келсе де аяғыңнан тік тұрдың. Әділдігің мың жасасын, әр қадамыңды құт қылдың. Міне осы түріңмен демократияның некенін бүкіл әлемге ұқтырдың. Ау, жамбылдар талай келіпті, байкелерімнен баталып. Қазақ пенен қырғыздың ортақ ақыны атанып. Дәл сол жамбыл Жәкемдей талай кеткен аталып. Естідіңдер өткенде қазақтың залқар ақыны дүниеден өтті шақанып. Қазақпен бірге қуандың, қазақпен бірге жыладың, ол ниетіңнен апанып. Осылай аман жүргейсің, бақытыңның барлығын Алатауға апарып. Тойларың тойға ұласын, жамандықтар өзіңе жоламасын тақалып. Қазақ пенен қырғызды шыңға шығара берсін Тоқайып пенен Жапарбай. Дүние деген боқ екен, адамның басы доп екен. Туып өскен жеріңіз нарын деген төр екен. Қасымдағы Баянжан 39-ға кеп жатқан 87-нің төл екен. Бірде 87 болатын бойыңызда чоң екен. 87 килограмм салмағыңда зор екен. Қарап тұрсам қырғызда 87-лер көп екен. Бензиннің де бағасы 87 сом екен.
Доллардың да бағасы 87 деп естідім. Ол біздер үшін сор екен. Айналайын Баянжан, экономикамен де ұқсастығың көп екен. Кілең 87-нің басын өзіңе жиып алған сенде де арман жоқ екен. Жюри боп отқан бұл жерде 9-1-дей қазы бар, қазақ қырғыз топ екен. Қонағым деп біздерге қоятын балы 10 екен. Айналайын қазылар, көңілдерің өр екен. Баян деген ақынға 3-9 қоя салсаңдар 87 болады менің айтпағым. Сол екен ай. Маға 9 қойғандар 87-ге шығышсын. Анеме 10 пайды қойғандар 97-ге жылышсын. Андықтан 9 ұпайдың аспан бөкеле сұнышсын. Азыр біраздан соң айтып берейін 87 жөнінде көп секреті бар ұлыттың. Қалтаңдың аңтарып жатсақ біз қарап қалдық ақия. Қайда деп жүрсем баш киім қалтаңда өлек оқия. Өте қызық іш көрдім өңім бүтішімбі оқия. Қорғылып қалта түбінде қор болған оқшой тақия. Секрет қылған топысын сен оқшойсың мафия. Емі қасиетті баш киім башыңда жүрсең оң болот. Қасиетті баш киім қалтаңда жүрсе қор болот. Бардығын ойлап табуучу баштың ролі чоң болот. Саға белек бербесем менің салт нұсқамдағы қор болот. Бирок қалпақты берсем белеке менің қасиетім шор болот. Қалпақты белеке бергенче Қалпақты белеке бергенче қара башымды берсем оң болот. Андықтан саға бауырым қарағанда көмірдей, қава таштың өңіндей, қара тебетей берем ардағым. Қара қырғыз деп айтат, қара қазақ деп айтат. Қара тебетей арнадым, қара көз қазақ бауырыма. Қара тебетей берейін қасиет жұртым ардайым. Анкенің айтеке киген тебетей қашыңда жүрсін ардайым, башыңда жүрсін ардайым. Бирок бир суранычым бар элең ошону туура кармагын. Үйүңө жеткенден кийин боорум үкү тагып салбагы. Баракелді, қырғыз қазақтың бір туғандығында қазалап, қырғыз ақыны Баян Ахматов қазақ ақыны Аспанбек Шұғатайға құндыз тебетей кигізуді қол чалынары болсын. Қайран Аспанбек, тақияны қайрадан қалтаға салып. Уақыт ақындар қысқа қайрық. Баянжан маған туыс қой, қызыл тілің қылыш қой. Мен тақиямды жүрегімнің тұсына қарай қоямын. Ол деген маған ырыс қой. Сен секілді баш киімді пакетке салғаннан дұрыс қой. Ақ қалпақ сұрап отырем, қара тебетей кигіздің. Чапаны қайда мынаның? Бөкіл қырғыздың құрметін бөрікке қалай сыйғыздың. Қазақ пенен қырғызда қара бөрік беріп хандарға шығарады деушеді үстіне ақ кигіздің. Байкелеріме рахмет, екі ақынды тең көріп, таңдайына дем беріп, маңдайынан сүйгіздің. Біз басағанда Баян рахмет, Асманбектің төбесін асманға бірақ тигіздің ай. Баракелді.
Rahmat. Ал қалай екен Тебетей? Жарасам екен мағанда. Осы бөрікті киіп ап, Шыңғыс Айтматов секілді сөз айтсам деймін қаламға. Бірақ өзімнің шаруам үкі тағып алам ба, түлкі тағып алам ба? Бұйырса сен бауырым Қазақстанға келгенде шапан жабамын сағанда. Ол рас дұрыс айттың ғой, адам байлығы адамда. Қазыларды айтысты бітір деп жатыр бұл жерде. Осы менен тамамда. Айналайын қырғызым, биікте болсын бағаңда. Тек қана кездесейікші тойлайтұғын замандай. Бара келді. Уақыт ақындар. Олылар туған ұлы ел, олылар жатқан ұлы жер. Қырғыз деген халықсың, Құдайға ғана жүгінер. Баян деген досымсың, отан үшін керек болып жатса, от үстінен жүгірер. Қырғызым аман сау болсын, қазақ пенен қырғызға күн бұйырсын біргер. Баянжан сенде аман бол, сендей көп болсын ірілер. Жәкей ватан көрмеген 90 жасқа тіргел ай. Бара келді. Үйткені сенде тек толысың, қылыштан да өткірісің. Қара Тебетей сыйлайсап мені жеңейін деп тұрсың. Біліп қойдық қой ойыңды, оның да жоқ қой көп тылсым. Осы менен аман бол, әр қырғыздың баласы баяндайын бек тусын. Ұлы қырғыз жасасын, бәкейіптерден сақтасын. Жәкейіптер көп тусын ай. Бара келді. Сөз емес бөкен уақыт. Бек Сұлтан атам жөнінде киринче 5 қайрып қойсам оң болот. Болды. Теманың айтпай кетті деп біздің ұпайыбыз кем болот. Ошондуктан кичине қайрып қойойын ағайын. Есілім Бек Сұлтан атам 2 сөздің бірінде естегені халық болчу. Балпайып басып жүргені бақай сымду барық болчу. ЮНЕСКО жақтап эмгегин Юпитер болчу, Марс болчу. Бал сөзі сүйлөп жатқаны баасы қымбат банк болчу. Тайманбай айтқан чындығы тар сатылған танк болчу. Талашқаны салт болчу. Жомоқтон сүйлөп жатқаны таңдайға тиген қант болчу. Туылбасы қайра қырғызда, ту болған ар бір уыл қызға, анын тула бойы нарық болчу. Сөз емес бөкен бара келді. Емен Асманбек 87 жөнінде ырдайын деген ой болған, уақыт деген уш екен артжағы мінтіп қор болған. Емің үнеш қашан өчпөсін домбыраңыз толған қоңғомыз ұстой толған. Қазақ менен қырғызым қатарлашып бір басып домбыра менен қомызды достордой борын тырмашып Асан Үсен егіздей мойындаш болып бір басып қойындаш болып бір жатып. Білгенге қазақ қырғызым бір туған болып қалғаны бір Құдай берген бір бақыт. Ал менде бір айтсам болы ма? Уақыт. Бір шумақ айтайш дұрыстап. Баянжан сенде аман бол, бұйыра берсін ырыспақ. Қырғызым сенде аман бол, қайтарып алған құм төрді, жер сатқандарды тірі ұстап, ел сатқандарды қылыштап. Садырдайын ерлерің аман есен сау болсын.
без бүйректер кетуде бийлик жақтан жылыстап қазақ пенен қырғыздың мәңгі бірге болса екен қона берсін ырыспақ Жапаров пен Тоқайып мәңгілікке дос болсын қызыл желегің менен көк байрағымды тек ұстабай Баракелді, рахмат. Асманбек аға, аман бол, бітірі деп жатыр, аман жол. Рахмат, рашылық білдіріз. Қазақ ақыны Асманбек Шуғатай, қырғыз ақыны Баян Ахматов болды. Қазақ ақыны Асманбек Шуғатайға қарата қалыстар тоғынның ұпайы. Қазақ ақыны Асманбек Шуғатайға 10, 9, 10. Қырғыз ақыны Баян Ахматовқа қарата қалыстар тоғынның ұпайы. Баян Ахматовқа 9, 10. Рашылық білдіреміз.